Ұлдар, выпускнойға осылай жабыстырып киеміз. Бұл деген прям ужасно. Давайте бүгін осы винеткаға немесе выпускнойға әдемі стильный бұл киінгілерің келсе, онда осы видео сендерге арналатын болады, және де мен қазір күшті разбор жасайтын боламын. Ұлдар, выпускнойға если жабыстыратын костюм киейін деп жатсыңдар, давайте оған қарамаймыз. Оның орнына новый костюм алыңдар, бұйырып жатса әрине. Клеткадан жасалған темно-синий немесе серый түстегі костюм, ішінде еще тройка сияқты ішінде жакеті болатын болса, это вообще күшті көрінеді. Еще темно-синий лентамен осындай темно-синий костюм алып қойсыңдар, әсіресе осындай алтын түсті осындай түймелері болатын болса, және де оны осындай ақ түсті шалбармен кисеңдер, это вообще күшті көрінеді. Және де ішіне міндетті түрде темно-синий пиджак болғаннан кейін ішіне ашық түсті көгілдір түсті осындай рубашка кисеңдер, өте стильный көрінеді. Немесе ақ түсті брюки, джинсы алыңдар, өздеріңе ұнайтын форматта, әдемі формада алыңдар, және де үстіне осы темно-синий рубашка алсыңдар, прям old money стилінде өте дорого, богато, өте стильно көрінеді, және де ең бастысы өте таза, ұқыпты көрінеді. Ал егер де бәріне ерекше болғың келеді, және де өте стильно болғың келеді десең, олай болса просто минимализм стиліндегі осындай ақ түсті, полностью ақ түсті болып киін. Ақ түсті рубашка, ақ түсті брюки, және де осыны міндетті түрде қара түсті белдік тақсан, боз қылып таңдасаң киімдерді, сен точно ерекше боласың. Егер де саған тыныш, old money стилі ұнайтын болса, онда осылай светлый киім киген кезде брюки ақ түсті немесе молочный түсті, үстіне ақ түсті рубашка, және дәл осыны жилет кисең, это вообще күшті болады. Өйткені бұл стиль точно ешкімде болмайды, сен ғана ерекше болып, өзінің талғамы жоғары екенін көрсете аласың деп ойлаймын. Немесе жай ғана осындай жилетпен брюки киіп, ішіне көгілдір түсті рубашка кисең, өте әдемі көрінеді. Немесе оның үстіне осындай синий түстегі пиджак кисең, немесе осындай полоска тәріздес кисең, және де үстінде осындай жылтырақ түймесі болса, міндетті түрде сенің стилің өте ерекше және де әдемі болып көрінетін болады.